Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өзімнің балалық шақтағы сүйіп жейтін тәттім қытырлақ вафлидің рецептін ұсынғым келеді. Ол үшін арнайы вафельница қажет. Егер сіздерде сондай вафельница болса, менімен бірге дайындауға шақырамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, сіздерге ұнайтынына кепілдік беремін. Бізге сары май, жұмыртқа және қант, ұн қажет болады. Сары майымызға қантымызды салып, ертіп, жақсылап араластырып аламыз. Сары майымызды микроволновкаға салып, ертіп алсаңыздар да болады. Енді үстіне жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Егер де сіздерде миксер болатын болса, миксермен араластырсаңыздар да болады. Енді жақсылап араластырып болғаннан соң, ұнымызды жай-жаймен салып, 2 ас қасықтан салып араластырамыз. Араластырып болды. Міне біздің қамырымыз осындай болып шығу қажет. Көріп тұрғандарыңызда сұйық, қатты қою емес, осындай болып шығады. Енді вафельницамызды бір майлап жіберіп, азғантай жақсылап қыздырып алғаннан соң 2 ас қасық қамырымызды құямыз. Менде мына үлкен қасық 2 ас қасық шамасында шығады. Осылай пісіріп 2 жағын аламыз. Ыстық кезінде дереу орау қажет, емесе қатып қалуы мүмкін. Міне осылай орадым, өзіңіздің қалауыңызша гүл қылып орасаңыз да болады. Міне біздің вафлиміз оп-оңай болып піседі. Арасына вареный сгущенка салсаңыздар да болады, крем жағуға да болады. Бәрі өз қалауыңызша қытырлақ, әдемі болып шығады. Сіздерге рецепт ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қарасаңыздар, міндетті түрде пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет.